Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Тәлім Про. Және біз бүгін Қазақстанның топ 3 жоғары оқу орындарының бірі СДУ университетіне шолу жасаймыз. СДУ университеті жеке және халықаралық негіздерге бағытталған университеттерінің бірі. 1996 жылы құрылған және қазіргі таңда СДУ университетінде 9000-нан астам студент оқиды. Университет бірнеше бағыттағы мамандарды дайындайды. IT және қолданбалы математика, бизнес, экономика және құқық, педагогика және гуманитарлық ғылымдар. Бүгінде университетте 60-тан астам білім беру бағдарламалары бар. СДУ университеті Алматының өзінде емес, ол Алматы облысы Қаскелең қаласында орналасқан. Яғни Алматыдан шамамен 15-20 минуттық жерде. Бұл дегеніміз қаладағыдай шу, кептеліс жоқ, орта тыныш. Көп студенттер үшін бұл оқу процесіне толық көңіл бөлуге мүмкіндік береді. СДУ университетінде оқу көбіне ағылшын тілінде өтеді. Жалпы бағдарламалардың шамамен 70-80% ағылшын тілінде оқытылады. Бірақ ағылшын деңгейін төмен деп уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі университетте А0, А1, А2 курстарын оқытады. Оқу жүйесі кредиттік, халықаралық стандарттарға сай. Студенттер тек қана лекция тыңдап қоймай, сонымен қатар проекттер, топтық жобалар және презентациялар орындайды. Университетте жоғары сұранысқа ие бағдарламалар көп. Соның бірі IT бағдарламасы. СДУ университеті әсіресе IT және техникалық бағыттарымен танымал. СДУ-дің ерекшеліктерінің бірі кампус жүйесі. Университеттің территориясы үлкен және заманауи. Оқу корпустары, кітапхана, спорт кешені, демалыс аймақтары және көптен көп кантиндар. Көп нәрсе бір жерде орналасқан, сондықтан студенттердің күнделікті өмірі осы кампус ішінде өтеді. Бұл бір жағынан ыңғайлы, екінші жағынан сіздің ортаңыз көбіне университетпен байланысты болады. СДУ-да студенттік өмір қатты дамыған. Елден астам клубтар, іс-шаралар және бітпейтін жарыстар. Кампус жүйесінің арқасында студенттер бір-бірімен тез араласып кетеді. СДУ университетінде уақытынды көп өткізетін болғандықтан өзінің ортан жеке шағын әлеміне айналады. Жатақханаға келетін болса, жатақхана кампус ішінде орналасқан, яғни оқу мен тұру бір жерде. Егер де сіз жатақханада тұрғыңыз келетін болса, алдын ала нақтылап алыңыз, себебі орындар саны шектеулі. Осымен біздің СДУ университетіне жасалған шолуымыз аяқталды. Біз бағаламаймыз, біз тек қана қалай бар солай көрсетеміз. Ал шешімді қабылдайтын тек сіз. Сіздермен бірге болған Тәлім Про. Видео пайдалы болса лайк басыңыз және жазылуды ұмытпаңыздар. Және келесі қай универді көргіңіз келеді, жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.